Азаттық. Қайта қонды басымызға ғажап құт. Қайта келді даламызға береке. Қайта оралды қанымызға қазақтық. Еркіндік, еркіндіктің әнін шырқап желпіндік. Күндер өгей кетіп қайта келмеске, сұр жебедей адырнадан серпілдік. Бостандық, бостандығап елге оралды босқан жұрт. Мұға жерін күтіп тұрған Меккеден, аңсарлардай құшақ жайды тосқан жұрт. Күзеді, желтоқсанның еріп кетті мұзыңы. Бір кездері жат әласқан қандастар, көштің бетін ата жұртқа түзеді. Көктемде қалың қазақ шекарадан өттелге, бұл көшпеннен Халиф Алтай секілді ғұламалар жеттелге. Кеудемде шертілді күй бауырларды көргенде, бұл көшпеннен Мұстапа өз сүріктей баһадүрлер келделге. Қозаршыңын қар басып, дүлей мінез дәуірлер тұр алмасып, 91-де басталған көш тасқыны жатыр әлі жалғасып. Жылдар салып араға, көңілдерге шаттық қонды шағала, жыл құсындай отанына оралған 1 миллион қазақ келді далама. Бұл көшпенен мөлдір таза тіл келді, бұл көшпенен сабалтындай дін келді. Ата-баба мұстап өткен асылдың жерімізге, елімізге нұр берді. Көгімде тұр көк туым, төрімде тұр тек тұлым, аналардың көз жасымен, арымен, бабалардың тұғасымен, қанымен. Бейбіт әрі берекелі, мамыражай мерекелі, бізге осынау жетті күн, бізге осынау жетті күн. Тыңдағандарыңыз Біржан Байтуовтың өлеңі Азаттық.